Ассалаумағалейкум. Қазақтың аспан денелері мен табиғат құбылыстарына қарап күн райын болжауы ежелгі таным. Арма ардақтағайын. Ал қазақ жеріндегі метеорологиялық бақылаулар 1848 жылдың шамасында жүргізілген деседі. Яғни біз бұл салада да құралақан емеспіз деген сөз. Тамыры тереңдеп жатқан 100 жылдық тарихына жақын уақыты бар ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің бүгінгі халі қандай? Бүгінгі тақырып осы бағытқа арналмақ. Ендеше алдымен әдеттегідей арнайы әзірленген бейнематериалға назар аударайық, әңгімемізді содан кейін жалғастыратын боламыз. Биыл ақборан ұлып тұр, итте құтырған ашулы, құйтырғысы жаман. Талма түсте алматылық 8 жасар баланы талап өлтірді. Тек бала тыныш үйде отыр, мектеп жабық, сабақ жоқ. Соңғы 30 жылда болмаған аяз сықырлап келіп талайдың сағын сындырды. Күннен алдымен шуақ алатын шығыста температура рекордтық деңгейге көтерілді. 46 градустан төмен түспей түгесілтті тұрғынды. Құбыр жарық, жылу жоқ. Мәселен бір Алматы, Қырбастың Қызылында 400-ден астам тұрғын үй, 8 мектеп пен 5 балабақша, сондай-ақ 2 аурухана мен 2 емхана жылусыз қалған еді. Нәтижесінде 20 мың тұрғын бір тәулік көрпе-оранды, бір шамасын үсік шалып, мүшесінен айырылды. Май қызметкерлерінің мәліметінше ақборан жол көлік апатын 2 есеге арттырды. Сосын біраз көлік аязға шыдас бермеді, орнына тұрып істен шықты. Температураның осылайша төмендеуі ғаламдық климаттың өзгеріп бара жатқанның белгісі. Алайда әлемді алаңдатқан ауа райының суы емес, жылынуы сондай еді. Құбылмалы құбылыстың қулығын кім білген? Сонымен студиямыздың алғашқы қонағы гидромет орталығының директоры Баян Сазанова ханым бүгін біздің студиямызда қонақта. Баян ханым, енді Қазгидромет орталығының жалпы қызмет жасай бастағанына 100 жылға жуық уақыт бар, яғни 90 жылдан асты тарихы. Енді дәл қазіргі ғылыми жетістіктер, технологиялық мүмкіндіктер ауа райын нақты болжауға қаншалықты мүмкіндік береді? Сауалымыз осыдан бастайық. Бірінші тәулікке біз 80-нен 90%-ға дейін береміз. Ал енді екінші, үшінші тәулікке 75-85% аралығында болады біздің болжауларымыз анықталуы. Енді әдетте осындай жауап беріледі, бірақ мен бүгінгі ғана ауа райын қарасам, кешегі болжам бойынша Астанада -1 градус болу керек екен. Бірақ бүгінгі ауа райын қарасақ, -13 градус деп тұр. Мұндай айырмашылықтың болуы қалыпты құбылыс деп қараймыз да, әлде жоқ, сіз қарағанда бүгінге болжауды 1 градус аяз, ол күндіз, а түнде біз бердік 11-13 градус аяз. Түнде біздің Астана қаласында 13 градус аяз болды. Сіздер алған кезде орташа бір көрсеткішті аласыздар ғой. Мысалы, 1 градус аяз болса, ол күні бойы 1 градус болады деген сөз емес. Иә? Әрине. Бұл қалай анықталады? Біз болжау бергенде, біз желдің ылғалдық, температура, жел қандай болады, соның бәрін береміз. Бірақ әсерлі температура деген нәрсе бар. Адамдар шыққанда, желді күн болғанда, сол мысалы 2 градус аяз болса, бірақ жел екпіні 8-10 градус, 10 метр секунд болса, ол адам далаға шыққанда әсер етеді 12 градус аяз болып. Сөйтіп, адамдар далаға шыққанда ойлайды, дала суық деп. Өте қатты суық, өте қатты суық деп. Әсіресе ол жел, мысалы осы желтоқсан айында суық болды ғой күндер, 10 күн өте суық болды. Сонда 30 градус аяз, 2 градус екпіні болса, ол 35 градус аязға дейін төмендетеді. Баян ханым, енді бүгінгі қазіргі метеорологиялық зерттеулер әртүрлі технологияларға жүгінеді, және әртүрлі желілерге жүгінеді. Осы тарапта алған кезде бүгінгі Қазгидрометтің мүмкіндігі қандай? Мысалы, метеорологиялық болжамдар жасау бойынша орталықтардың жұмысы қанша жаңағы желі торап бар? Енді біз болжау жасағанда, біз тек қана Қазақстан аймағына қарамаймыз. Біз мәліметті бүкіл солтүстік полушариядан аламыз. Өйткені ауа массалары бізде батыстан және солтүстік батыстан келгенде, біз қандай қазір ауа Европада, Ресейде қандай дауылды желдер бар ма жоқ па, ауа температурасы қандай, сол себептен біз болжауды жасаймыз.
Бізде 700-ден астам бекеттер бар. Метеорологиялық бекеттер, гидрологиялық, экологиялық, агрометеорологиялық бекеттер бар. Сол бекеттер, әсіресе аэрологиялық және метеорологиялық бекеттерден анықтама әр 3 сағат сайын келеді. Сол мәліметтерді бізді алып, карта сызамыз. Сол карта бойынша біз болжауды жасаймыз. Қазіргі сәтте болжауларды тек қана метеорология және гидрология, қандай су тасқыны болады. Расында да халық Қазгидромет деген кезде ол тек қана ауа райын ғана болжайтын бір мекеме ретінде елестетеді. Әңгімемізді одан әрі қарай тарқата түсу үшін, жалғастыра түсу үшін арнайы әзірленген бір бейнематериал тамашалап алсақ. 90 жылдан асты. Қазгидромет күнделікті ауа райын болжаудан бастап, халықты төтенше құбылыстардан да хабардар етіп келеді. Болжамы бірде болымды, енді бірде болымсыз. Біріміз сенеміз, біріміз сенбейміз. Енді ылғи сәйкес келе бермейді. Қазгидрометтің сәйкесінше дөп түсіп жатады. Әрине, сенуге болады. Айтқандар келісіп жатқан сықылдық. Көп келіспесе де. Ал олардың зерттеуі былай жүреді. 260 метео және 9 аэрологиялық станция әрбір 3 сағат сайын ауа райы көрсеткішін бағамдайды. Сосын ақпарат мына компьютерге келіп түседі. Қазіргі келіп түскен мәліметтер Ақмола облысы бойынша, мысалға алатын болсақ, Көкшетауда осы уақытта 19:8. Ал мына отырғандар күнделікті ауа райын болжаушылар, яғни нақты температураны осылар қояды. Солтүстік шығыс аймақтарында антициклонның ықпалында болады, ал батыс аймағына жерорта теңізінен келетін циклон ықпал етеді. Сол себептен батыс және солтүстік батыс аймақтар жауын-шашын болады. Міне осылайша бұл ақпараттар құзырлы мекемелерге таратылады. Сонымен қатар мұнда диспетчерлік қызмет те бар. Яки сіз кез келген уақытта оларға хабарласып, дәл сол мезеттегі ауа райын біле аласыз. Астана қаласында қазір 15 градус аяз, оңтүстік батыстан жел соғып тұр. Қазгидрометтің қазіргі техникасымен 2-3 күн бұрын болжау жасауға болады. Бірақ бүгін болады деген температура 3 күннен кейін орын алуы мүмкін. Осындай шатпағы бар. Сосын соңғы 20 жыл ішінде климаттық ауа райы біршама өзгерген. Сондықтан мамандар еліміздің барлық аймағын көрсететін климаттық карта жасауды қолға алды.